Киіз үй көшпенділердің 3000 жылдық құпиясы. Жайлау отауы. Бүгін біз осы жайлы айтатын боламыз. Киіз үй алғаш қола дәуірінде, яғни бұдан 3-4 мың жыл бұрын пайда болған. Ол шегесіз тұрғызылатын әлемдегі тұңғыш жылжымалы сәулет туындысы. Бүгінде киіз үй құру салты қазақтың көне дәстүрімен жалғасып бүгінге жетті. Бірақ Атыраудың Жайық бойының киіз үйі мүлдем ерекше. Мұндағы қатты жел мен дауылға төтеп беру үшін жергілікті үйлердің төбесі аласа, шаңырағы жалпақтау келеді. Оны халық арасында ошақ шаңырақ деп атайды. Қазір біз киіз үй жасайтын шебермен танысатын боламыз. Бүгінде Атырау өңірінде осы көне өнерді тірілтіп ұрпаққа мирас етіп отырған жалғыз адам бар. Ол ұлттық қолөнер шебері Бөлекбай Табылдыұлы Қуанышқалиев. Бөлекбай аға өткен жылы Асыл мұра жобасы аясында арнайы шеберлерден тәлім алып, киіз үйдің ағаш сүйегін жасау ісін толық меңгерген. Қазір ол Жайық бойының ағашын пайдалана отырып, 4 қанатты киіз үйге арналған оқ пен кереге дайындап жатыр. Бөлекбай аға, киіз үй қандай ағаштан жасалады? Киіз үй деген ол иба деген талдан. Оны әр жерде әртүрлі айтады. Біздің жақта жылауық тал деп айтады. Тағы да оның түрлі аттары бар. Бұның әлем бойынша 200 түрі бар екен. Соның ішінде біздің Атырау өңірінде 4 түрі бар екен. Соның қазір мына Сарайшық өңірінен қазыналы тал деген жер бар. Атының өзі айтып тұр, қазыналы тал деген. Сол жерден иба талының тұқымдасын тауып әкеліп, қазіргі бүгінгі күнде бір ауыл бір өнім жобасы бойынша киіз үй жасап шығарып жатыр. Киіз үйді жасауды балалар да үйреніп жатыр. Қалай? Соны бірге білеміз. Біз этнологердеміз. Жанар апай, сіз осы этнология туралы айтып бере аласыз ба? Әрине айтып беремін. Бұл этноклубтың аты мұрагер, яғни 9 бен 15 жасында аралығындағы жасөспірім балаларға арналған тап-таза ұлттық құндылықты насихаттауға арналған орта. Яғни біздер балалардың осы жазғы демалысын тиімді пайдалансын, балалар өзіміздің ұлттық құндылығымызды баулайық, ұлттық қолөнерімізді үйретейік, және өзіміздің біздің болашақ жастарымыз, біздің болашақ өрендеріміз қандай болмақ болу керек. Соны қазіргі уақытта балаларға тәрбиесіне сіңіріп жатырмыз. Ұлы дала өнері бізбен бірге жасай береді. Мен Ләйла, Атыраудан хабарлап тұрмын. Келесі кездескенше.